Сәлеметсіздерме? Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы құқық қорғау органдар академиясы қызмет.кз сайтымен бірлесіп, сіздерге мемлекеттік қызметке бірінші рет тұрайын деп жатқан азаматтар үшін академияға түсуге қатысты ақпарат даярлады. Академия прокуратура органдарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша агенттіктің және қаржы мониторинг агенттігінің болашақ қызметшілерін даярлайды. Біз жоғары заң білімі, сондай-ақ кадр қажеттілігі бар болса, экономикалық немесе қаржы білімі бар 18 жастан 35 жасқа дейінгі Қазақстан азаматтарын академияда білім алуға шақырамыз. Егер сен осы талаптарға сәйкес келсең, бұл сенің құқық қорғау органдарына қызметке тұруың үшін жасалған алғашқы қадамың. Құқық қорғау органдары академиясына түспес бұрын не туралы білуіңіз қажет. Ең алдымен заңнаманы білуіне және жеке басының қасиеттерін бағалауға арналған тестілеуден өту қажет. Толығырақ сипаттамадан қараңыз. Келесі кезеңде сіз академияға курсанттарды қабылдау туралы хабарландыруды күтуіңіз қажет. Хабарландыру құқық қорғау органдарының және академияның сайтында жылына 2 рет жарияланады. Әдетте ақпан, наурыз және шілде, тамыз айларында жүргізіледі. Қабылдау туралы хабарландыру жарияланғаннан кейін сіздер құжаттар дайындауға кірісесіздер. Құжаттарды болашақта қызметке тұруды жоспарлаған құқық қорғау органының жақын жерде орналасқан кадр бөлімшесіне тапсырасыз. Өтінішке сіз әскери билет, жеке куәлік, тіркеуге тұру куәлігін, жоғары білім туралы құжаттың көшірмелерін, сондай-ақ өз қолыңызбен толтырылған өмірбаянды қоса тапсырасыз. Бұдан басқа сіз еліміздің кез келген өңірінде қызметке тұруға дайын екеніңіз туралы өтініш бересіз. Кеңес ретінде мынаға назар аударамыз. Сіз барлық 3 құқық қорғау органына бір уақытта өтініш бере аласыз. Барлық 3 органда іріктеуден өтіп, барлық кезеңдерден өткеннен кейін сіз кейін қай органда қызмет жасағыңыз келетінін таңдай аласыз. Құжаттарды тапсырғаннан кейін сізге сұхбаттасу жүргізілетіні туралы хабарлайды. Сұхбаттасу құқық қорғау органының аумақтық бөлімшесінде жүргізіледі. Егер сіз сұхбаттасу кезеңінен сәтті өтсеңіз, сізді орталық әскери дәрігерлік комиссиядан өтуге жібереді. Комиссиядан өту үшін жолдама беріледі және өту мезгілі белгіленеді. Орталық әскери дәрігерлік комиссиядан өту кезеңінен сәтті өткен жағдайда сізді тұрғылықты жеріңіз бойынша құқық қорғау органына полиграфологиялық зерттеуден өтуге жібереді. Бұл кезеңнен де сәтті өткен жағдайда сізді құқық қорғау органдары академиясына оқуға түсу емтиханына жібереді. Емтихан ауызша түрде жүргізіледі. Үміткер емтихан билетінің 3 сұрағына жауап беруі тиіс. Оқуға түсуге құжаттарды қабылдау жылына 2 рет жүргізіледі. Оқыту үрдісі 6 ай жүргізіледі. Олардың ішінде 5 ай оқуға, ал 1 ай тағылымдамадан өтуге жұмсалады. Академияға оқуға түскен кезде сізге мынадай басымдықтар ұсынылады. Тегін тұратын жер, тегін тамақтану, шәкіртақы, жаңа достар мен болашақ әріптестер. Академияны сәтті аяқтаған кезде жұмысқа орналастыру кепілдігі. Мен есімім Самат Болат. Осы академия бас прокуратура жанындағы құқық қорғау орган сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тыңдаушысы болып саналамын. Осы академияға түсер алдында мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплайнс офицер қызметін атқарғанмын. Жұмыс барысында үлкен тәжірибе алған кезде сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі талдау өткізген барысында неше түрлі кейстерді анықталды. Сыбайлас жемқорлық біздің қоғамға қалай әсер ететінін көзім жеткілікті болғандықтан бас прокуратура жанындағы құқық қорғау органы академиясына түсемін деп шешім қабылдадым. Мен мақсатым осы біздің қоғамға заң мен әділдікті жоғарғы деңгейде жеткізу мәселесімен академияны бітіріп, біздің елімізге қызмет етем деген мақсатпен келген болатынмын. Комплайнс офицер барысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі талдау өткізген кезде біздің сыбайлас жемқорлық біздің қоғамға қалай әсер ететінін анықталған кезде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет етуді мен талап еттім. Меня зовут Алия, я слушатель Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. Почему я выбрала работать в государственной службе? Это моя любовь к родине. Я намерена служить обществу и Республике Казахстан для дальнейшего ее процветания. Ранее я работала в службе превенции агентства по противодействию коррупции. На работе мы устраивали семинары, различные мероприятия для профилактики коррупции и привести общество к нулевой терпимости к коррупции. Это и смотивировало меня для дальнейшего трудоустройства через Академию правоохранительных органов. В Академии правоохранительных органов работают высококвалифицированные преподаватели, бывшие практики. Они на своем примере, на своем опыте делятся знаниями, информацией, что очень легко для обучения. Мне очень нравится обучение здесь, очень рекомендую к поступлению.
Біздің команданың бір мүшесі болу мүмкіндігін жіберіп алма. Қазақстанның құқық қорғау органдарына қызметке тұр.